Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңызда Айнұр Артықбайқызы. Мен сіздерді өте қатты сағынып кеттім. Эфирге шыға алмай қалып жатырмын. Проблемамды айтуға да ұялам бар ғой. Бәрі альхамдулилля, Аллаға шүкір, телефон менде проблема. Өзі зорға көрсетіп жүрген экранмен тағы жерге болып, сонымен бір-екі күн кішкене есін жия алмай тұрды, кейін қайтадан чуть-чуть кішкене ғана силуетімді көріп тұрмын. Енді соны пайдаланып, видео түсіргелі отырмын. Себебі мен бұл видеоны телефонмен түсіріп, телефонмен жүктеймін да YouTube каналға. TikTok'та да солай кішкене не қылып түсіріп жүрмін енді, Алланың қалауымен. Аллах Тағала көмектесіп жатыр. Уайымдаймын, сіздердің алдыңызға шығамын деп, барлықтарыңызға үлкен рахмет, Алла разы болсын. Алланың есімдерінің 5-еуін өттік. Содан кейін маған көптеген комментариялар келді, 5-еуден өтейік деп. Біз уже жаттап алдық деген сообщениялар келіп жатыр, жазып алдық деп, Алла разы болсын. Алдыңғы сабақта біз Алланың 99, Аллах Тағаланың 99 көркем есімінің 5-еуін өткен болатынбыз. Біріншісі Алла дедік, оның Алла Тағаланың бар екендігі және оның илляхи сипаттарын білдіретін есім. Раббымыздың ең ұлық есімі, кім жаратушының осы әдемі есімін күніне 1000 рет қайталап зікір етсе, иманы берік болады дейді, соны айттық. Екіншісі Әр-Рахман, аса қамқор, оның қамқорлығы өзі жаратқан бүкіл мақұлықтарына тиесілі. Қамқорлы Алла Тағала мұсылмандардың, сондай-ақ кәпірлердің өмірлік қажеттерін өтейді. Алланың бұл есімін зікір еткен адамның ойлау және жаттау қабілеті күшейеді. Сондай-ақ ол адам қаталдықтан арылады дедік. Үшінші есім Әр-Рахим, ерекше мейірімді, рахымды, бір жақсы іс үшін бірнеше есе берген және ешқашан сауап істерді жоймайды. О дүниеде тақуа мұсылмандарға мейірімді болады. Кімде-кім бұл есімді 100 рет атап жүрсе, қайғы қасіреттен аман болады дедік. Төртінші есім Әл-Малик. Патша, ол қалай басқарам десе де өзі біледі. Оған кеңесші де керек емес, оған барлығы тәуелді. Мұсылман адам бұл есімді зікір етіп жүрсе, қаржыдан қысылмайды дедік. Бесіншісі Әл-Құддусу, қасиетті, өте пәк, кемшіліктерден пәк және адам баласының ойына келмейтін пішін келбеттен тыс дедік. Және мен видеоның астына жазып қойған болатынмын. Енді бұнда енді стараться етеміз Алланың қалауымен. Бүгін 6-шы есімді өтетін боламыз. Әс-сәлам, тағы 5-еуін, яғни 10-ға жететін боламыз. Әс-сәлам, есендік беруші, жетіспеушіліктерден пәк. Өзінің жаратқан мақұлықтарына амандық береді. Егер бұл есімді 99 рет оқып, науқасты ұшықтаса, шипа табады дейді. Өте керемет, тағы бір оқып шығайын. Есендік беруші дейді. Аллах Тағала бізді аман есен сақтайды. Жетіспеушіліктерден пәк, Аллах Тағала кемшіліктерден пәк. Өзінің жаратқан мақұлықтарына амандық береді, оны түсіндік. Егер бұл есімді 99 рет оқып, науқасты ұшықтаса, шипа табады дейді. Түсіндік, Енді 7-шісі Әл-Мумин, қорғаушы, сенуші, өзі туралы ұлық кітаптар мен пайғамбарлар арқылы білдіртеді. Өзінің сүйікті құлдарын қауіп-қатерден сақтайды дейді. Тағы бір қайталайым. Әл-Мумин, қорғаушы, бізді қорғайды, сенуші дейді. Өзі туралы ұлық кітаптар мен өзі туралы ұлық кітаптары бар. Соның кітаптарымен пайғамбарлар арқылы білдіртеді дейді. Түсіндік қой? Бізде өзі кітапта 25 пайғамбар түскен, ал кітапта түспегенмен ол өте көп пайғамбарлар. Ең соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, оны білеміз. Сүйікті құлдарын қауіп-қатерден сақтайды дейді. Түсіндік қой? Сүйікті құлдарын қауіп-қатерден сақтайды дейді Әл-Мумин. 8-шісі Әл-Мұхаймин, үстем. Әл-Мұхаймин, түсіндік қой? Үстем қорғаушы, баршаның үстінде билік жүргізеді.
және бәрі де оның иелігінде. Жаратқан мақұлығының үстінен қарап, бақылап тұрады. Кімде-кім бұл керемет есімді ғұсыл алғаннан кейін 2 рәкат намаз оқып, 100 мәрте шынайы ықыласпен осы зікірді айтса, Алла Тағала оның рухани тазартады дейді. Аллах Тағала оны рухани тазартады. Кімде-кім рухани тазарғысы келсе, ол өте керемет. Құран оқыған кезде де, отырып оқыған кезде де бір тазарып қаласын. Яғни, тағы да қайталамын. Әл-Мухаймин. Үстем қорғаушы. Үстем қорғаушы. Барлығын қорғап тұрады. Баршаның үстінде билік жүргізеді. Бүкіл әлемді Аллах Тағала жүргізеді. Билік жүргізеді. Және бәрі де оның иелігінде. Барлығы Алланың құзырында. Алланың қалауынсыз ештеңе болмайды. Жаратқан мақұлығының үстінен қарап тұрады. Біздің барлығымызды бақылап тұрады Аллах Тағала. Қай жерде болсын да, не істеп жатсаң Аллах Тағала біледі, көреді, біледі, сезеді. Бақылап тұрады дейді біз не істеп жатқанымызды. Енді ол Алла ғой. Кімде-кім бұл керемет есімді дейді. Кімде-кім бұл керемет есімді ғұсыл алғаннан кейін дейді. 2 рәкат намаз оқып, нәпіл намазын оқып, намазды оқып болғаннан кейін 100 мәрте шынайы ықыласпен осы әл-Мухаймин, 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 әл-Мухаймин деп ықыласпен 100 рет айтатын болсақ, Аллах Тағала оны рухани тазартады дейді. Түсіндік қой, яғни Аллах Тағала бақылап, барлығын көруші, білуші, және де бізді басқарып тұрады, және де бізді бақылап тұрады дейді. Яғни, біз соны 2 рәкат намазымызды оқып болғаннан кейін, осыны 100 рет айтып отыратын болсақ, Аллах Тағала бізді Алланың есімімен, біз андай Аллаға обращаться етіп тұрып қойып, Алланың ұлық есімдерімен. Содан кейін Аллах Тағала бізді қорғап, біздің жаңағы рухани тазартады екен. Иманымызды күшейтеді, жүрегімізді тынышталтады. Тынышталады негізінде. 9-шысы Әл-Азиз. Аса зор, ұлық, қуатты, зор кеңшілік иесі. Онымен ешкім теңдесе алмайды дейді. Кімде-кім Алланың бұл көркем есімін таң намазынан кейін 40 рет қайталап оқыса, Алла Тағала оны дейді қаржы мәселесінде басқалардан тәуелсіз етеді дейді. Қаржыдан қысылып жүрсек. Бәрімізде бар ондай, тағы да бір рет қайталап оқиын. Әл-Азиз. Яғни аса зор, ұлық, қуатты, зор кеңшілік иесі. Онымен ешкім теңдесе алмайды. Кімде-кім Алланың бұл көркем есімін таң намазынан кейін, күнде таң намазын оқимыз, оқып болғаннан кейін 40 мәрте Әл-Азиз, 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 Әл-Азиз деп оқитын болсақ, қайталап оқитын болсақ, Аллах Тағала оны қаржы мәселесінде басқалардан қарағанда тәуелсіз етеді дейді. Түсіндік қой? Яғни Әл-Азиз зор кеңшілік иесі. Аллах Тағаламен ешкім теңдесе алмайды. Бір сөзбен айтқанда мағынасы, және қаржыдан қысылмайсың бұны оқитын болсаң. Ең соңғысы 10-шы Әл-Джаббар. Аса өктем, билік пен қуат иесі. Нені қаласа, соны кімге де болсын істей алады. Әл-Джаббар. Аса өктем, билік пен қуат иесі. Нені қаласа, соны кімге де болсын істей алады дейді. Осымен бүгінгі біздің тағы да 5 Алланың көркем есімін өттік. Иншалла мен ертең міндетті түрде Құдай қаласа кешке тағы түсіретін боламын. Тағы 5 есімін. Соменен енді бүгін мына түсіре жібере алатын шығармын Құдай қаласа сіздерге. Видеоның астына стараться етемін жазуға. Ал егерде мен жазып ала алмай қалған жағдайда телефон экраны көрінбейді. Тоқтат жазып алыңыздар. Бірақ мен стараться етемін сіздерге қиын болмасыншы деймін да. Мына видеоның астына түсе алмай жүрген адамдар көп таппай жатырмын дейді да. Мен бір арнайы бір видео түсірейінші сіздерге. Қалай менің видеома кіріп
астына қалай тауып алатындарыңыз осындай. Менің әр видеоларымның астында осындай жазып қоямын. Не дұға болсын, зікір болсын жазып қоямын. Соны сіздер дәптер арнап жазып қоясыздар. Сіздерге оңай болсын деп Алланың қалауымен мен қазір жазып көремін, тырысамын. Және де менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, достарыңызға жіберіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Алла разы болсын баршаңызға. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.